Барлығыңызға ассалаумағалейкум. Әлемнің жеті кереметі біздің заманымыздан бұрынғы адамдардың қазіргідей технологиясы болмаса да өте керемет өнермен салынған ғимараттар. Бүгінде әлемнің жеті кереметі туралы мағлұмат алатын боламыз. Әлемнің жеті кереметі біздің заманымызға дейін 3 ғасырда Александр Македонский Кіші Азия, Орта Азия, Мысыр, оңтүстік Үндістан жерлерін жаулап алып ұлы империя құрғаннан кейін саяхатшыларды қызықтыру үшін осы өңірдегі жеті орыннан таңдаған сәулет өнерлі ескерткіштері. Өкінішке орай, әлемнің жеті кереметі 21 ғасырға дейін сақталмады. Тек Хеопс пирамидалары ғана жетті. Хеопс пирамидалары әлемнің ең ежелгі өркениеттерінің бірі. Өзінің әйгілі пирамидаларымен белгілі бұл мемлекет қазіргі уақытта танымал демалыс орнына айналды. Жеті кереметтің ең ежелгісі де әрі бүгінгі біздің дәуірімізге жеткені де осы Мысыр пирамидалары. Пирамидалар Нілдің солтүстік-батыс жағалауындағы сансыз қабірлер мен ғибадатханалар тұрғызылған өлілер қаласының үстіне салынған. Пирамидалардың ең көбісі 5000 жыл бұрын тұрғызылған Джосер пирамидасы. Сәулетшісі ежелгі Египетте дәрігерлік, философиялық және де ғылыми еңбектерімен танымал Имхотеп атты шебер. Джосер пирамидасы көп сатылы құрылыс және де сансыз басқыштар арқылы аспанға өрлей берді. Мұның идеясы перғауындардың жердегі қарапайым халықтан биік, құдіретті екенін бар әлемге паш ету еді. Қаншама қажырлы еңбек пен адам өмірі жұмсалған бұл құрылыс Хеопс, Хефрен және Микрен пирамидаларымен жалғасын тапты. Көлемі жағынан ең үлкен пирамида Хеопс пирамидасы. Бүкіл жиған тергенін көзінің тірісінде Хеопс перғауыны 20 жыл ішінде осы пирамиданы салдырды. Биіктігі 147 метр, әр қырының ұзындығы 232 метр. Бұл құрылысқа 2,5 және де 3 тонналық 2,3 миллион тас блоктары қойылған. Ежелгі Египеттің ең ұлы фараоны Рамзес II, ол 60 жыл бойы тақта отырған, сондай-ақ оның 90 баласы болды. Мысық ежелгі мысырлықтар үшін ең қасиетті жануар болып саналады. Мысықты өлтіру ең ауыр қылмыстардың бірі болып есептелген, сондықтан пирамидада мысық бейнесі көп орналасқан. Александрия маягі. Фарос аралының шығысындағы Египеттің эллиндік орталығы Александрияның маңында орналасқан. Қала атын әлемге танымал Фарос маягі біздің заманымыздың 3 ғасырында салынды. Тұтастай мәрмәр тастан қашалған, асқан шеберлікпен қаланған маяктың биіктігі 150 метрге жетеді. Сол заманда бұдан асқан биік құрылыс жоқ еді. Бүкіл грек әлемінде мұндай үлкен көлемдегі құрылыстың авторы Кнейттен шыққан Састр. Мәрмәрден соғылған құрылыстың бір қабырғасына ол Кнейттен шыққан Дексифанның ұлы Састр. Бұл құрылысты теңізшілерді құтқарушы құдайларға арнады деп мәрмәр тасқа ойып жазған. Оның үстіне саз балшықтың жұқа қабат пен патша Птоломей Сесардің жорық жырларын үзінді келтірген. Уақыт өте келе сылағы түсіп қалған соң ұлы инженердің аты белгілі болды. Маяк құрылысы салыну кезінде Александрия ғалымдары ойлап тапқан құрылғылар пайдаланылды. 120 метрлік 3 қабатты мұнараның төменгі қабаты 4 қырдан тұрады. Бұл төртеуі 4 бағытқа: шығысқа, батысқа, солтүстік және оңтүстікке қараған. Екінші қабаттың 8 қыры 8 жақтан соққан жел бағыттарын ыңғайластырылған. Үшінші қабатта биіктігі 7 метр Посейдон мүсіні мен күмбез арасын жалғаған шырақ тұр. Металл айналардың күрделі жүйесі шамның шырағын ұлғайтып жарқырата түседі. Бұл теңіздің кеңістігін бақылауға мүмкіндік береді. Бұл ғажайып құрылыс 14 ғасырға дейін сақталып келді. Семирамида аспалы бағы. Бұл аңызға айналған ғимарат біздің заманымызға дейін 605 жылы құрылған. Алайда шамамен 40-50 жылдан кейін су тасқыны үшін жойылып кетті. Семирамида аспалы бағы Вавилон патшасы әйеліне арнап салынған екен. Бақтың ішінде көптеген сарқырамалар мен фонтандар орналастырылған. Мұндағы бақта үйректер, бақалар және көбелектер кездестіруге болатын. Дегенмен бұл керемет ғимарат тек қана патша мен оның жақын адамдары үшін құрылған. Сарайдың сыртындағы халық қарапайым судың өзіне қолын жеткізе алмайтын. Семирамида аспалы бағы Вавилонның патша сарайындағы алып құрылыс. Әлемнің жеті кереметінің бірі. Бұл сәулет туындысы ежелгі дәуірде билік жүргізген патша Навуходоносор II-ның бұйрығымен өзі тұрған сәулетті сарайдың кең ауласында тұрғызылған. Навуходоносор біздің заманымыздан бұрын 605-568 жылдары аралығында патшалық етіп Вавилон империясын құрып, кейін Вавилон қаласын атағын шығарған. Семирамида аспалы бағының әрбір террасалы тепкішектері үстіне қалың құнарлы топырақ төгіледі. Әрі оның бетіне Вавилонның, Мадинаның және басқа елдерден арнайы алдырған алуан түрлі жеміс ағаштары мен көк жиекті бұтақтары отырғызылды. Салқын самалда аспалы бақ жергілікті тұрғындардың таң-тамаша қалдыратын. Сол дәуірдің куәгерлері қалдырған деректерге қарағанда,
осындай таңғажайып тамаша аспалы бақ дүние жүзінің ешбір елінде болмаған ұқсайды. Кезінде ежелгі Грекияда Олимп тауында Зевс құдайға орнатылған ескерткіші әлемнің 7 кереметінің бірі. Біздің заманымыздан бұрын 5 ғасырда өмір сүрген афиналық мүсінші Фидий сомдаған. Ежелгі гректерде құдайлардың құдайы деп сенген Зевске арнап ақ мәрмәрден зәулім сарай тұрғызылған болатын. Фидий өзінің мүсінін осы сарай ішіне сомдаған. Тақта отырған құдай мүсіні биіктігі 17 метр болған, ал сарай төбесіне сәл-ақ тимей тұрған болатын. Зевс отырған тақ түгелдей алтын және де піл сүйегімен жасалған. Негізгі ағаштан істелген құдай мүсінінің беті, қола, аяғы және де ашық төсі өте нәзік зергерлікпен өңделген піл сүйегімен түгелдей қапталған. Мүсіннің белден төмен бөлігі гүлдермен, жұлдыздармен, әртүрлі хайуанаттармен бейнесімен көркемделген алтын жамылғы жабылған. Мүсінші Зевстің бір қолына ұстаған жеңімпазды құдайы Ника бейнесі де, екінші қолындағы қыран қонған тұғыр да алтын мен піл сүйегінен жасалған еді. Ал Зевстің басына таза алтыннан өрілген тәж кигізілген болатын. Ежелгі гректердің ең үлкен бақытсыздығы Зевс құдайының алтын мүсінін көрместен бұрын өліп кету деп есептеген. Сондықтан да ес білген әр адам бұл бейнені көру арман болды. Біздің заманымыздан бұрын 5 ғасырда Зевстің мүсінін Грекиядағы Константинопольге, қазіргі Стамбулға көшірген. Мүсін сонда өртте қалып жоқ болды. Сол дәуірдегі адамдардың сипаттауынша Зевс мүсіні қаншалықты асқан шеберлікпен жасалғанын көруге болады. Артемидия ғибадатханасы әлемнің 7 кереметінің бірі. Кіші Азияның Эфес қаласында салынған. Зевстің қызы Артемидия ежелгі гректерде аңшылық құдайы ретінде танылған. Көне заманда ең маңызды күнкөріс көзін жебеуші Артемидияның қаншалықты сыйлы, құрметті екенін өзіне-өзі түсінікті. Мұндай мәртебелі ғибадатхананы салу сәулетшісі Херсифонға тапсырылды. Ол құрылыс орнын Қайсырап өзенінің бойында батпақты алаңды таңдады. Бұл жер сілкінісінен сақтанудың қамы еді. Ғибадатханаға Артемидияның аңшы киімінде, қолына садақ ұстап, таза ақ мәрмәрден жасалған мүсіні қойылды. Салынуы 120 жылға созылған ғибадатхананың құрылысына сәулетші Пеантон және Деметра біздің заманымыздан бұрын 450 жылы аяқтады. Біздің заманымыздан бұрын 356 жылы Александр Македонскийдің туған күні Эфес тұрғыны Герострат деген бір храмды өртеп жібереді. Сөйтіп әлемнің 7 кереметінің бірі болып Артемидия және оны жоюшы Герострат болып аты қалды. Ғибадатхананың құрылысы біздің заманымызға дейін 550 жылы аяқталды. Құрылыс 120 жылға созылды. Артемидия мүсіні пілдің сүйегі және алтыннан жасалды. Храмның ұзындығы 105 метр, ал ені 51 метр. 127 бағанадан тұрады. Әр бағананың биіктігі 18 метр. Бұл әлемнің кереметінің Герострат есімді адам өртеп жіберді. Сөйтіп бір ғасыр бойы салынған храм бір күнде жойылып кетті. Кіші Азиядағы шағын қалалардың бірі Галикарнастың патшасы Кари Мавсол біздің заманымызға дейін 365 жылы дүние салды. Патша мұрагерлері жер-жерден әйгілі құрылысшыларды, қолөнершілерді шақырып, патшаның зиратын тұрғызды. Кесене салу ісінде шығыстың құрылыс стилі, көп қырлы пирамидалар және де гректің инокиялық стилі байланыстырылған. Кесене 2 қабаттан тұрды, биіктігі 40-45 метр. Ол тек биіктік емес, грек еліне белгілі Скопс, Ляхар, Бринсит, Тимофей секілді әйгілі мүсіншілердің қолынан шыққан әртүрлі мүсіндер арқылы көркемделуімен де ерекшеленді. Мавзолей шамамен алғанда 1800 жыл сақталды. Ағылшын археологы Чарльз Ньют айтуынша 15 ғасырда кресшілер мавзолейді бұзып, оның құрылыс материалдарын Эгей теңізінің қасиетті Петр сарайын, қазіргі Түркияның Бодрум қаласын салуға пайдаланған. Мавсол патша мен оның әйелі Артемисаның табыттары, мүсіндері және де басқа дүниелер қазіргі Лондон Британ мұражайында және Стамбул археологиялық мұражайында сақталуда. Бұл күн құдайы Гелиосқа арнап салынған. Мүсіннің биіктігі 36 метр. Оның құрылысына 12 жыл уақыт кетті. Мүсін 65 жыл тұрып жер сілкінісінен бұзылды. Бұл керемет құрылыс үшін шамамен 13 мың тонна қола және 8 мың тонна темір жұмсалды. Родостағы алып мүсін Нью-Йорктегі Бостондық мүсіні және де Рио-де-Жанейродағы жарылқаушы Христос мүсініне прототипі болып саналады.